Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай «Мен Жамбылды оқимын» атты челленджді Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтарға арналған кітапханадан қабылдадық. Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхананың сөйлейтін және Брайль кітабын шығару бөлімінде Жамбыл Жабаевтың «Туған елім» атты кітабын Брайль қарпінде 2 кітаптан шығардық. Кітапхана ісін дамыту, библиография және тифлология бөлімі жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай «Жыр алыбы Жамбыл Жабаев» атты библиографиялық құрал дайындады. Өшпейді халық жыры, қартаймайды, өсет деп оны ешкім де айта алмайды. Халықтың жүрегінің түкпірінен төгілген күй шын жорға тайпалмайды. Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхана «Мен Жамбылды оқимын» челленджін Ғабдол Сланов атындағы Атырау облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы бөліміне жолдайды.